Енді бүгін эфирда жұптыққа сөз салды, жауапкершілік алды өзіне, осындай браслет сыйлады, гүлін де сыйлады, жолдамасында, Дубайға жолдамасында сыйлады. Эфирден шықсам сыртта күтіп тұрды, күтіп тұрып ауырғанымды байқап бірден барып система салдырды. Одан шығып тамақтандырды. Одан шығып киімді де алдық, купальник те алдық деген сияқты. Одан шығып үйге әкеп тастады. Қыз баласына одан артық не керек деймін. Ал енді біз үй жаққа келіп қалдық. Шат салып жатыр сонымен 2 сағатта уже аэропортқа шығамыз. Пока демалғым. Мына кісімді қалай ауыр емес па? Ауыр екен. Мен білгенде, өзім таситын білгенде кішкене 50 килоға салатын ғой. 50 емес, бұл айтады негізі 500 алғым келген дейді. Мына 200 роза. Кетіре алмай қалам ба деп қорқып. Мынау өзі биік сындырып жатыр. Жаңа қолды қанатты шу. Эфирдің үстінде қол қанап қойғаны бар енді. Ай, арқама кіріп жатыр. А? Арқама кіріп жатыр. Ничего, бір рет көтерсең. Ештеңе етпес. Қараңыздаршы, мен гүлге тойдым десем болады. Әбден бүгін енді осындай 201 роза и осындай гүл. Ана шелекке салып қойдым десем болады. И мен білімде кеше Нұрселия берген гүлдері, мынандай шариктарымен и осы гүл бар. Сөйтіп магазин ашамын ба деп жүр. Бүгін бақытты тұрмын ба, қалайсыз? Қызығы білесіздер ме, кеше біз деген съемкада жүрдік қой екеуміз бірге. Рекламаның видеосын бірге түсірдік, одан кейін былай инстаграмға салдым ғой, пост қылып видео, рилс, соны да бірге түсіріп жүрдік та. И даже сол кезінде маған білдіртпеген ғой. Сол кезінде оказывается дайындалып сөйтіп жүргенде бүгін таң алып отырмын. Қалай тато білдіртпей істеуге болады бәрін деп ше. Қаншама дайындық керек оған. Соның бәрін менің қасымда жүріп ақ білдіртпей, үндемей сөйтіп жүріп жасаған болып тұр. Қалай шыдаған деймін да, маған айтпайды. Солай. Көбісі сұрап жатыр, сізге сақина сыйлады ма? Браслет көбісі сақина деп ойлап жатыр екен. Осыны браслет сыйлады, алтын браслет. Қалай айтайын ма? Бұның коробкасы ше эфирде қалып кеткен ғой. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like